Үлкен кісіге үлгі болған бала. Маңдайы тасқа тигендер университетінде ғылыми дәрежеге қол жеткізбес бұрын алтын қазып байлыққа белшесіне батуды ойлаған Дерби мырзаның басынан таңғажайып жағдай өтті. Ол өмірде жиі еститін жоқ деген сөзіміздің шын мәнінде кейде басқа мағына үстейтініне көз жеткізді. Бірде Дерби мырза ағасы екеуі диірмен ішінде бидай тартып жатады. Ағасының қара нәсілді шаруаларды жалға алып еңбектенетін шағын фермасы болған. Ағайынды екеуі бидай тартып тұрған бөлменің есігі жабық тұрған. Бір кезде есік ақырын ғана ашылып, қара нәсілді шаруаның бір кішкентай қызы ішке кіріп келді. Аяғын ақырын ғана басып, бөлменің кіре берісінде тоқтап тұрып қалады. Жұмысқа беріліп кеткен Дербидің ағасы басын бір көтеріп қалғанда есік аузында тұрған қызды көзі шалып қалып, «Саған не керек?» деп айқайлап жіберді. Кішкентай қыз ақырын ғана «Анам сізден қарызға 50 цент сұрап жатыр» дейді. Бұған ағасы «Бере алмаймын, жөніңе кет» деп жауап қатады. «Жарайды мырза» дегенімен кішкентай қыз кетпей тұрған орнында қалшиып тұра берді. Дербидің ағасының өз үстіне берілгені сонша, ол қыздың әлі орнынан қозғалмай тұрғанын байқамайды да. Басын тағы бір көтерген сәтінде қыздың кетпегенін көріп, «Мен саған жоғал дедім ғой, тыңдамайтын болсаң таяқ жейсің» деп шатынап айғайға басады. Кішкентай қыз тағы да «Жарайды мырза» дейді де тұрған орнынан міз бақпайды. Қыздың кетпегенін көрген Дербидің ағасы диірменге төгейін деп жатқан қолындағы дорба толы бидайын жерге тастай салып, бөшкенің тақтайшасын қолына алып кішкентай қызға тап береді. Ағасының шатақ мінезін жақсы білетін Дерби бір сойқанның боларын сезіп, қызға жаны ашып қарап қалады. Ашуға булыққан ағасы қыз тұрған жерге таяп қалғанда, кішкентай қыз қорқып шегінудің орнына алға қарай тағы бір қадам жасап, Дербидің ағасының жүзіне тайсалмастан тура қарап тұрып, «Анама 50 цент керек» деп бір даусымен айқайлап жібереді. Мұндайды күтпеген ересек кісі қалт тоқтап, қыздың жүзіне аңтарыла қарап қалады. Сосын таяғын жерге қойып, қолын қалтасына салып жіберіп, әмиянынан 50 центті алып береді. Қыз ақшаны алып, өзі жаңа ғана сөзден жеңген адамның жүзіне қарамастан есікке қарай беттейді. Ол көзден таса болған соң, ағайы жәшік үстіне отыра кетіп, терезеден сыртқа үн-түнсіз ұзақ қарап отырады. Бәлкім өзін жаңа ғана жерге қаратып кеткен кішкентай қыз туралы іші елжірей ойлап отырған болар. Бұл жағдай Дерби мырзаны да біраз ойға қалдырды. Бұл оның қара нәсілді кішкентай қыздың өзінен жасы үлкен ақ нәсілді адамды тезге салғанын бірінші рет көруі еді. Ол қыздың бұған қалай батылы барды, ал ағасына не болды? Оның ашуынан қайтып, қойдан жуас момақан бола қалуының себебі не? Қожайынның алдында еш тайсалмастан қасқая қарап тұрған кішкентай қызға мұндай жігер қайдан біткен? Осы және басқа да осы тақтілес сұрақтар Дербидің ойынан кетпей қойды. Бірақ бұл сұрақтың жауабын көп жыл бойы бұл әңгімені маған айтқан уақытқа дейін таба алмаған еді. Ең қызығы, адам сенгісіз бұл ғажайып оқиға туралы кітаптың авторы жоғарыда аталған ескі диірменнің қасында сол бір кішкентай қыз тұрған жерде тұрып естіп білген еді. Жоғарыда баяндалған оқиғаны Дерби мырза дәл сол ескі диірменнің жанында тұрғанымызда айтып берді. Сосын менен бұл жағдайға қатысты ойыңыз қандай? Кішкентай ғана қыз
қалайша мінезі шатақ ағамды жеңе алды? Ондай қайрат түйірдей қыздың бойында қайдан бар деп сұрады. Бұл сұрақтың толыққанды жауабын осы кітаптан таба аласыз. Кішкентай ғана қыз жүзеге асырған қағидаларды түсініп, іс жүзінде қалай қолдануға болатынын аталған бөлімдерден ұғынасыз. Қайсар мінезге жеткізетін күшке қалай жетуге боларын алғашқы бөлімдерді оқығандай-ақ аңдай бастайсыз. Кітаптың орта тұсына жақындағанда мұндай күшті тізгіндеуді үйренесіз. Бұл құдіретті иеленгенде алға қойған мақсаттарға қалай жетуге боларын жоспарлай аласыз. Ал нақты қадам жасау туралы ой кітап таусылуға шақ қалғанда келері анық. Сабақ алуға болатын жеңілістеріңіз бен сәтсіздіктеріңізді еске түсіресіз. Дәл осы сабақ сізге жоғалтқан дүниелеріңіз бен болашақта армандаған дүниеңізге жетуге көмектеседі. Дерби мырзаға қаршадай ғана қара қыздың нені басшылыққа ала отырып өз дегенін істеткенін түсіндіріп бергеннен кейін ол өзінің сақтандыру агенті ретінде өткізген 30 жылын есіне алып, осы салада қол жеткізген жетістіктерінің сол кішкентай қыздан алған сабағымен тығыз байланысты екенін ашық мойындады. Сонда Дерби мырза жұрт менен сақтандыру полисін сатып алудан бас тартқанда көзі оттай жанған сол бір кішкентай қызды есіме алып қайткенде де мен мұны сатамын деп өз-өзіме серт беретінмін. Менің саудам адамдар маған жоқ деп жауап бергеннен кейін тіптен жандана түседі деп айтқан екен. Ол алтынға 3 қадам жетпей тоқтаған өзінің қателігін тағы бір есіне түсіріп, алтын оқиғасының алғашқы сабағы мен үшін байлықтың алтын есігін ашқанмен бірдей еді. Ол ештеңеден бас тартпай тек алға жылжуды, артқа қайырылып қарамауды, тек сонда ғана үлкен жетістікке жететінімді үйретті. Қиындықтарға қарамастан бастаған істі соңына дейін жеткізген жөн. Осы қағиданы ұғынуым үшін алтын оқиғасын өткеруім керек болған екен деген ойды айтты. Дербидің басынан өткен бұл жағдайлардың басқа да жағдайлардан айтарлықтай еш айырмашылығы да ерекшелігі де жоқ. Аталмыш оқиғалар оның тағдырын шешкен маңызды сәттер болғандықтан ғана ол бұл жайттарға философиялық тұрғыдан қарады. Басынан өткерген шытырманға толы оқиғалардан сабақ ала білді. Оның жетістікке жетуінің басты себебі қателіктеріне дұрыс талдау жасап, алған тәжірибеден керегін алуды үйренді. Алайда бұдан уақыты жоқ өз басынан өткен жағдайлардан тәлім алуға ықылас танытпаған, табысқа жетуге асықпаған адамдарға қайтпек керек деген сұрақ туындайды. Ал сәтсіздікті табысқа жеткізер алтын қайық ретінде қалай ұтымды пайдалануға болады? Осы және өзге де сұрақтарға жауап беру үшін мен қолыңыздағы кітапты жазуға бел будым. Саған керегі жөні түзу бір ғана ой. Жоғарыда тізбектелген сұрақтардың жауабын келесі бөлімдерден таба аласыз. Дегенмен кітапты оқып отырғанда ойды ой қозғап, бұл сұрақтардың жауабын өз санаңыздың түкпірінен тапсаңыз таңғалмаңыз. Сізге керегі жөні түзу бір ғана ой. Ал осы кітапта баяндалған қағидалар іске жаратуға болатын идеялардың тууына түрткі бола алады. Қайта-қайта сөз еткен бұл қағидаларға нақты тоқталмас бұрын, құрметті оқырманым, сізді өте маңызды ақпаратпен құлақтандыруды жөн деп санаймын. Осы ойлардың ішіндегі ең бастысы табыс әркімге-ақ керек деген ой. Бұл кітапта сөз болатын қағидалар жағымды ойларды санаңызда қалай қалыптастыру керек екенін мұқият түсіндіріп береді. Адамның дәулеті арта бастағанда әдетте көзді ашып жұмғанша үсті-үстіне жинала береді. Тіпті олардың артығы мен пайда болатындығы соншалық осы байлық жылдар бойы көрінбей тығылып жатқан ба деген ой тууы мүмкін. Жылдар бойы байлық тек таңнан қара кешке дейін дамыл таппай еңбек еткен адамдарға ғана бітеді деген ойды санасына сіңірген жан үшін бұл таңғаларлық оқиға.
дұрыс ойлап сол арқылы қалтаңыз қалыңдай бастағанда сіз байлықтың өз ойыңызбен тығыз байланысты екеніне, ал ойыңыздың нақтылығы сол байлыққа жетер жолда үлкен рөл атқаратынына көз жеткізетін боласыз. Сізге және өзіңіз секілді басқа жандарға байлыққа жеткізер ақылды қайдан алуға болатыны жайында ақпарат қажет екені даусыз. Мен бай адамдар ұшан теңіз байлыққа қалай қол жеткізетінін білгім келеді. Сондықтан осыны зерттеуге өмірімнің 25 жылын арнадым. Осы философияның қағидаларын меңгеріп іске жаратар болсаңыз, жағдайыңыз жақсара түседі. Тіпті саусағыңыздың ұшы тиген жерлердің барлығы алтынға айнала бастайды. Мүмкін емес дегіңіз келе ме? Сөзіңізді қайтып алыңыз. Бұл өмірде мүмкін емес ештеңе жоқ. Адамзаттың осал тұстарының бірі мүмкін емес деген сөзді жиі айтуы. Бұл қолымнан келмейді, мұны істеу мүмкін емес. Қолыңыздан неге келмейді? Бұл кітап басқаларды табысқа жетелеген ережелер жөнінде кеңінен оқып танысқысы келген, бірақ мүмкін емес деген сөздің тасасынан шыға алмай жүрген жандар үшін жазылған. Тәуекелге бел буып, қағидалармен танысқыңыз келсе, іске сәт. Сәттілік тек сәттілікті ақылға салып іздеген жанға жолығады. Ал сәтсіздік болса, сәтсіздіктен қорқатын адамдарды торуылдап жүреді. Бұл кітаптың мақсаты сәтсіздік туралы ойдан арылып, ойын сәттілік төңірегіне шоғырландыруды мақсат еткен адамдарға көмек қолын созу. Көп адамға ортақ кемшіліктің бірі тек өзінің алған әсері мен түйгендеріне ғана сүйеніп үкім шығаруы. Осы жолдарды оқып отырған кейбір жандар ойлау жүйеміз сәтсіздік, кедейлік, мүсәпірлік пен жеңіліс аясында қалыптасқандықтан ешқашан табысқа жете алмаймыз деген ойда болуы мүмкін. Осы тақтілес кертартпа ойларды естігенде ойыма еріксіз бір оқиға оралады. Қазірде атағы алысқа жайылған қытайлық азамат Америкаға білім алу үшін келіп, Чикаго қаласындағы университеттердің біріне оқуға түскен. Бір күні университеттің президенті Харпер мырза онымен кездесіп қалғанда, америкалықтардың қандай қасиеті сізді таң қалдыра алды деп сұрайды. Студент сәл ойланып, көздеріңіз біртүрлі, барлығы бақырайып, баданадай болып көрініп тұрады деп жауап берген екен. Қытайлықтар туралы біз не айта аламыз? Біз өзіміз жетпеген дүниені қабылдай алмаймыз. Өкініштісі сол, ойымызды бұлтартпас ақиқат деп санаймыз. Қалаған дүниеме қол жеткіземін. Генри Форд жаңа көлік жасауды ойлай бастағанда, басқа көліктерге мүлдем ұқсамайтын әрі олардан оқ бойы озық тұрған ерекше түрін жасау керегін ұқты. Мүмкін 8 цилиндрлі жаңа мотор ойлап табу керек шығар. Ол инженерлеріне дәл осындай мотор жасауды тапсырды. Жаңа үлгі қағаз бетіне түскен соң, инженерлер бір ауыздан 8 цилиндрлі бір моторға сыйдыру еш мүмкін емес деген ұйғарымға келді. Бұған Форд артық сөзді қойып іске кірісіңдер дейді. Бірақ бұл мүмкін емес қой, дейді инженерлер айтқанынан қайтпай. Артық сөз естігім келмейді. Қанша уақытты сарп етсеңдер де бұл істі тындырмай алдыма келмеңдер, дейді Форд. Инженерлердің қарсылық танытпай жұмысқа кірісуден басқа амалы қалмайды. Қарсы шықсаң табанды Форд есік жақты нұсқайды. 6 ай демде өте шығады. Оң нәтиже жоқ. Тағы да 6 ай өтеді. Жақсы хабардың нышаны білінбейді. Инженерлер мүмкін болған барлық жолды қарастырғанмен бұл тапсырманы орындау мүмкін емес. Жыл соңында Форд орындай алмадық деген инженерлердің атқарған жұмыстарын тексеріп көреді. Алған беттеріңнен қайтпаңдар, дейді Форд. Мен бұған қол жеткізгім келеді және міндетті түрде қол жеткіземін, дейді. Инженерлер тағы іске кірісті. Міне ғажап, мұраттарына жетті. Фордтың есімін әлемге әйгілі V8 моторы дәл осылай жасалған еді. Фордтың табандылығы үлкен табысқа жеткізді. Бұл оқиғаны көңілге қонымды етіп айта алмаған шығармын. Алайда
90 ауыз сөздің тобықтай түйіні осыған келіп саяды. Осы оқиғадан өздеріңіз қорытынды шығарсаңыздар болады. Атақты миллионерлердің табысқа жетудегі құпиясы қандай? Сұрақтың жауабын таба аларыңызға сенімдімін. Генри Форд табысқа жете алды, өйткені ол табыстың қағидасын түсініп, оны іске асырған жан. Ол қағидалардың бірі арман. Өзіңнің не армандайтыныңды жазбай тану. Кітапты оқу барысында Форд туралы айтылған осы әңгімені естіген шығармауға тырысыңыз және ондағы баға жетпес байлыққа жетудің құпиясы туралы жазылған жолдарды жадыңызға сақтаңыз. Егер оларды есте сақтай алсаңыз және Генри Фордты байлыққа жеткізген қағидалардың ішінен өзіңізге керегін таңдап ала алсаңыз, Фордтың жетістігіне сіздің де еш қиналмай жететініңізге күмәнім жоқ. Ақиқатты көрген ақын. Генри өзінің аңызға айналған «Менің тағдырым өз қолымда, мен өз жанымның қожасымын» деген жолдар арқылы әркім өз жаны мен тағдырының қожайыны екенін меңзеген. Себебі ақылымызды тізгіндей алар қасиет барлығымыздың бойымыздан табылады. Мүмкін Генри ешкімге беймәлім жолдар арқылы тіршілік жағдайына байланысты жанымыз үйлесетін жандарды магнитше тартатын санамыздың түкпірінде жасырынған ойларға ден қою керегін айтқан болар. Бәлкім ол үлкен арманға ұмтылу арқылы бай болып, осы ойларға жан тәнімізбен беріліп қалталы азаматқа айналуымыз керек деген ойды осы жолдардың астарына жасырған болар. Тек сонда ғана байлыққа деген ынтамыз нақты қадамдарға айналады деуі де мүмкін ғой. Алайда философ емес ақын болғандығынан да шығар, Генри ақиқатты поэзия формасында ғана көрсетті, ал оның астарындағы пәлсапалық ойды айшықтау оқырманның еншісінде. Уақыт өте келе шындық өзінің бет пердесін ашты. Генри жазған қағидалардың құпиясын ашсаңыз, экономикалық жағдайыңыздың қожасына айналарыңыз анық. Тағдырыңызды өзгертуі мүмкін қағидалар. Жоғарыда аталған қағидалардың біріншісі туралы сөз қозғайтын уақыт келген сияқты. Бұл қағидалармен танысқанда мұқият болыңыз және кітапта баяндалған дүниелер біреудің ойдан шығарған қияли еместігін қаперге алыңыз. Сөз болатын барлық қағидалар бір ғана жанның түйгені емес, табысқа жеткен жүздеген қалталы азаматтың бастан өткерген өмірлік тәжірибесі екенін ұмытпаңыз. Бұл қағидаларды іске асырудың еш қиындығы жоқ. Біраз жыл бұрын Батыс Вирджиния штатының Салем қаласында орналасқан Салем колледжінде университет бітіруші түлектер алдында сөз сөйлеген едім. Сол сөзімде келесі бөлімде айтылатын қағида туралы егжей-тегжейлі айттым. Бұл әңгіменің түлектердің біріне ұнағаны соншалық, ол оны өмірлік ұстанымы ретінде қолдануға бел буды. Кейіннен бұл жас жігіт конгрессмендік лауазымға дейін көтеріліп, Франклин Рузвельт әкімшілігінің белді мүшесіне айналды. Біршама уақыт бұрын дәл сол азаматтан хат алдым. Хатында ол келесі бөлімде тарқатылып айтылатын қағида жайында ойын тәптіштей түсіндірген екен. Сол хатты келесі бөлімнің кіріспесі ретінде жариялауды жөн көрдім. Аталмыш хат жетістікке жетуге деген ұмтылысыңызды оятсын деген тілегім бар. Құрметті Наполеон мырза, Конгресс мүшесі ретінде жұмыс істеп жүргенде айналамдағы адамдарды шырмауық сияқты шырмап алған әртүрлі мәселелер төңірегінде біраз ой толғадым. Сол ойларымды қорыта отырып төмендегі жолдарды көмекке зәру жандардың кәдесіне жарап қалар деген ниетпен жолдап отырмын. 1922 жылы сіздің Салем колледжінде түлектерге арнап құттықтау сөз сөйлегеніңіз есімде. Сол сөздер арқылы сіз менің қазіргі жеткен жетістіктерімнің бастамасы болған асқақ арманды жүрегіме ұялата білдіңіз. Соның арқасында қазір халқыма қызмет етіп жүрмін және болашақта қол жеткізер жетістіктерімнің барлығы да осыған байланысты болмақ. Сол кездегі айтылған сөздер күні бүгінге дейін есімде. Сіз Генри Фордтың ешбір арнайы білімсіз
көк тиынсыз, тіпті оған көмек қолын созатын беделді достарынсыз-ақ соншалықты биікке көтеріле алғаны туралы сөз қозғаған едіңіз. Сөзіңіз аяқталмай-ақ өзіме не керегін, алдымда қаншалықты қиындық тұрғандығын, оны қалай еңсеру керегін сонда ұқтым. Мыңдаған өрімдей қыздар мен жалындаған жігіттер биыл оқуын аяқтайды, ал кейбірі келесі жылдары тәмамдайды. Олардың әрқайсысына сіз сияқты тәжірибелі адамның ақыл-кеңесі мен жігерлендірер сөздері қажет-ақ. Сіз оларға керегін бере аласыз, себебі сіз мен сияқты сан мыңдаған адамды жігерлендіріп, көмек қолын соза алдыңыз. Өз ойын қалай іске асырып, қалай ақша таба аламыз деп шарқ ұрған адамдар Америкада жетерлік. Ол жандардың табан тірер тірегі, қол созар байлық көзі жоқ. Алайда олар жұмсаған шығынын қайтсем қайтарамын деп түн ұйқысын төрт бөлуде. Оларға осы мәселелерді шешуге көмектесе алатын адам қажет. Ол сіздің қолыңыздан келеді деп ойлаймын. Сіз бұл кітапты басып шығарсаңыз, мен оның бірінші данасын алғашқылардың бірі болып алғым келеді. Оған өз қолтаңбаңызды қойып берсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді, деп хат жазады. Алғаш құттықтау сөз сөйлеген сәттен 35 жыл өткеннен кейін, яғни 1957 жылы дәл сол Сәлем колледжіне студенттер алдында сөз сөйлеуге бардым. Ол кезде маған әдебиет саласы бойынша Сәлем колледжінің құрметті докторы атағы берілген еді. 1922 жылы болған сол кездесуден кейін Дженнингс Рэндольфтың үлкен әуе компаниясының атқарушы директоры, көсемсөз шебері және Батыс Вирджиния штатының тағайындалған Америка сенаторы сияқты лауазымды қызметтер атқарғанын жіті қадағалап жүрдім.